Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз өзіңді тексер. Білу есебінде баған түрінде есептейміз. Ең бірінші 430-ды 2-ге көбейтейік. 2-ні 0-ге көбейтсек 0, 2-ні 3-ге көбейткенде 6, 2-ні 4-ге көбейткенде 8, жауабы 860. Енді дәл солай 303-ті 3-ге көбейтеміз. 3 үшім 9, 3-ті 0-ге көбейткенде 0, 3-ті 1-ге көбейткенде 3. Жауабы 309. 107-ні 5-ге көбейткенде 7 5-ім 35, 5-ні жазам 3 ойда, 5-ті 0-ге көбейткенде 0, ойдағы 3 пен 3. Сосын 5-ті 1-ге көбейтеміз, 5 жауабы 535. 640 бөлінген 2, 6-ның ішінде 2 3 рет бар, 3 жазып қоямыз. Одан соң 4-ның ішінде 2 рет бар, 2-ні 2-ге көбейткеніміз 4, 4-тен 4 азайтамыз 0. Ана жердегі 0-ді бұлай түсіреміз, сонда 320. Қалған есептерді дәл солай шығарамыз. Түсіну есебінде баған түрінде шығарып, дұрыстығын тексереміз. 120-ны 3-ге көбейтсек, 3-ті 0-ге көбейтсек 0, 3-ті 2-ге көбейтеміз 6, 3-ті 1-ге көбейтеміз 3, 360. Мұны жерде дұрыстығын тексеру. Енді 360-ты 3-ге бөлеміз. 304-ті 2-ге көбейту міне. Мұнда 420-ны 2-ге бөлгенде 210 көбейтілген 2, ал 804-ті 4-ге бөлу 201 көбейтілген 4. Қолдану есебінде осы өрнекті амалдап шығарамыз. Осы өрнекте ең бірінші көбейтуді орындаймыз. 209-ті 3-ге көбейтеміз. 3-ті 9-ға көбейткенде 27, 7-сін жазамыз да 2-сін ойда сақтаймыз. 3-ті 0-ге көбейткенде 0, ойдағы 2 мен 2, 3-ті 2-ге көбейткенде 6. Одан кейін бөлу амалын орындаймыз. 636-ны 6-ға бөлейік. 6-ның ішінде 6 бірлет бар. Кейін 3-ті түсіреміз. 3-дің ішінде 6 болмағандықтан 0 деп жазып қоямыз. Ана жердегі 6-ны түсіргенде 36, 6-ға көбейткенде 36. Сонда бізде 106 шығады. Одан соң шыққан мәндерін қосамыз. 627-ні 106-ға қосамыз. Сонда 733 шығады. Келесі талдау есебі. Бұл жерде бір дегеніміз бірінші кестедегі өрнектерді қосқандағы, ал мұндағы 2 екінші кестедегі. Жинақтау есебінде мәтінді есепті осылай өрнектеп жазамыз шешуін. Ең бірінші 303-ті 3-ге көбейткенде 909, содан 220-ны 2-ге көбейтеміз 440, одан соң азайтамыз, сонда 469 адам артық екен. Одан соң бағалау есебінде қатені дұрыстаймыз. 460-ты 4-ге бөлеміз. Ең бірінші 4-ның ішінде 4 бірлет бар, 1 жазып қоямыз. Одан соң 6-ны түсіреміз. 6-ның ішінде 4 бізде бірлет бар. 4-ті 1-ге көбейткенде 4, 6-тан 4 азайтқанда 2. 2 оның қасына 0-ді түсіреміз, сонда 20. 20-ның ішінде 4 5 рет бар. Сонда 115. Одан соң 630-ты 5-ге бөлеміз. 6-ның ішінде 5 бірлет бар. Содан 6-тан 5 азайтқанда 1, қасына 3-ті түсіреміз. 2 5-ті 2-ге өткенде 10, сосын 3-ті түсіреміз, 0-дісін түсіреміз, сонда 6 болады. Жауабы 126. Осылай дұрыстадық. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.